Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай ауызда салса ерейтін өте жұмсақ, өте дәмді булочки дайындаймыз. Дайындап менімен бірге көріңіздер. Қараңыздар. Жұмсақ. Ол үшін бізге жылы сүт. Бірінші апарасын дайындаймыз. Қант, ұн. Жақсылап араластырып, ұнын салып. Қазір ашытқысын саламыз да 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқысын салдық, енді жақсылап араластырамыз. Енді бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің дрожжымыз көтерілген, жұмыс істеуге болады. Енді үстіне қантын, сармайын салып араластырып, електен өткізілген ұнымызды аз-аздан саламыз. Міне араластырдық, енді тағы да саламыз. Бірден бәрін сала салмаңыздар, әр ұнның тығыздығы әр түрлі болады. Тағы да араластырамыз, қолмен міне кеңіздер. Ұнымыз дайын, қамырымыз өте жұмсақ, қолға кішкене жабысады, ештеңе етпейді. Май жағып аламыз да, қамырға сосын жұмыс істейміз, сондықтан. Міне 1 сағат, 1,5 сағатқа көтерілтуге қойдым. Міне кеңіздер, енді ұным дайын. Енді осымен бәліштеріміз жасаймыз. Қолыма жабысып жатыр, ештеңе етпейді. Қазір міне май жағып алып жұмыс істей береміз. Осындай бәліштер істейміз. Ішіне начинкасына, салмасына вареный сгущенка істесеңіз болады, джем салсаңыз болады, шоколад салсаңыз болады. Мен жартысына вареный сгущенка салдым, жартысын бос істедім, өйткені жемейтін адамдар бар бізде. Міне кеңіз 75-80 граммнан алдым. Шарик істеп аламыз. Сосын міне осылай жайып алып, өте оңай, істеп көріңіздер. Ұн өте жұмсақ болып шығады. Міне кеңіз. Келесі. Міне. Менде мына жерде қолдан жасалған нутелла. Міне осылайынан булочкамызды дайындап аламыз. Міне. Егер үлкен десеңіздер, кішкентай қылып жасасаңыздар болады. Жұмыртқаның сарысына шай қасық сүтімізді қосып, бетіне жағып шығамыз. Міне кеңіздер. Духовкаға 20-25 минутқа, әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан қарап отырасыздар. Өте жұмсақ, қараңыздар. Өте жұмсақ. Сондықтан дайындап көріңіздер, маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Дайындап көріңіздер. Міне кеңіздер, қазір ашып көрсетемін сіздерге үшін. Ыстық екен, өте ыстық. Сондықтан міне, мына жерде ештеңе салмаған. Көрдіңіздер ме? Міне кеңіздер, жұмсақ, ыстық болып тұр кішкене. Сондықтан толық көрсете алмай жатырмын. Қазір кішкене суығаннан кейін тағы да көрсетемін. Әзірше бетін орамалмен жауып қоям, кішкене суығаннан кейін. Міне кеңіздер, суды. Енді қараңыздар, міне. Өте дәмді, ішінде шоколадный пастамыз бар. Дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше достар.